Барлықтарыңа сәлем, менің атым Абдетай Жан, мен заңгермін, 9 жылдық тәжірибем бар. Заң саласы тура медицина сияқты үлкен профильді болып табылады. Оның ішінде жер құқығы бар, медицина құқығы бар, сондай-ақ адвокат бар, нотариус бар, ал мен осы бизнес саласында юрист болып табыламын. Біз не істейміз? Біз бизнесті ашқаннан жүргізу, масштабтау, жабу процестерінде кәсіпкерлерге көмектесеміз. Кәсіпкерлер үшін заңгер ол ең күшті партнер, ең керек адам болып табылады. Неге екенін осы выпускта толықтай айтып өтеміз, бірақ та ең бірінші мен өзімді таныстырып өтейін. Маған неге сенуге болады? Өйткені біз рыноктағы барлық үлкен компаниялармен жұмыс жасаймыз. Мен қазір оның ішінде 5-еуін айта аламын, ойыма келген, сіз оның ішінде біреуін точно білесіз. Ол ең бірінші Ля Руш, Жан Кофе, Дринкит, ол Қазақстандағы ең бірінші IT кофейня. Додо пиццаның Қазақстанға келген кофейня направлениясы, Аян Бірімжанның осы контрактты мен толықтай Қазақстанға келу этапын сопровождать еткен болатымын. Ханская бритва, барбершоп, біз олардың франшизаға шығу, масштабқа шығу процесінде договорларына көмектескен болатымыз. Ал 5-ші компания общепиттен ол кофе оригинал. Кофе оригинал Қазақстанда, Өзбекстанда көптеген точкалары бар. Бізде олардың бірінші точкадан масштабқа шығу, инвестициялар тарту, инвесторлармен, партнерлармен договорлар жасау толық этабын сопровождать еткен болатынбыз. Кез келген компанияға жазып, біз туралы ақпарат сұрасаңыз болады. Егер сіз кәсібіңізді қалай масштабқа шығарамын, франшизаны қалай сатамын, инвестиция тарту бойынша заң жағынан дайынмын ба, дайын емеспін ба, бизнес партнерствоны қалай оформлять етемін, сотрудниктармен қалай қарым-қатынасты дұрыс заңдастыру керек деген сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, біздің YouTube каналда таза, толық ақпарат болады. Менің YouTube каналыма міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Бұл жақта заң саласындағы барлық жаңалықтар мен пайдалы ақпаратты аласыздар. Мен өзімнің заңгер ретінде карьерамды ең бірінші стажировкадан бастадым. Мен мемлекеттік органдардан бастадым, прокуратура, РУВД, экономикалық сот деген сияқты. Одан кейін ең бірінші өзімнің ресми жұмысымды Центральная Азия Интертоп деген компаниядан бастадым. Ол жақта Қазақстанға әртүрлі мультибрендовый магазиндарды алып келеді. Ол Пандора, Интертоптың өзінің магазины, Armani Exchange деген сияқты. Ол жақта юридический отделда мен помощник юриста болдым. Өсу барысында мен екінші компанияға жұмысқа тұрдым, заңгер ретінде. Ол жақта Марс Ригли компаниясы, ол жақта Sneakers, Марс, Орбит деген сияқты Қазақстанға танымал брендтердің юридический отделында жұмыс жасадым. Ол жақта мен әр договор контрагентпен қалай жасау керек, международный сделкалар қалай жасау керек. Бізде головной компания Россия болғандықтан, головная компания қалай жұмыс жасайды, Қазақстандағы локальный филиал қалай жұмыс жасайды, ішіндегі корпоративный культура, корпоративный деловой этика қалай болады, соның барлығын базасын алдым. Үшінші менің компаниям ол Максичай болды. Максичайдың Sevens деген су шығаратын өзінің направлениясы бар. Сол направление бойынша толықтай юридический отделға мен жауап бердім. Юридический отделда сол моментте оларда лицензионный договор, товарный знак дегенне, франшиза дегенне, сол компанияда жұмыс жасап жүріп, 2017 жылы үйренген болатымын. Сот процестері, отдел продажбен жұмыс жасау, клиенттермен договор, партнерлармен договор, учредительдің қарым-қатынастарды қалай рәсімдеу керек. Бүгінгі таңда менің компаниямда көрсетіліп жатқан кәсіпке көмектесу, соның ішінде масштабқа шығару, франшиза сату, инвестиция, учредитель бизнес-партнерство қалай жасалады. Неге біз қызметті сенімді түрде көрсете аламыз? Өйткені мен үлкен компаниялардың ішкі процестерін, юридический отделдарын, каждый деталь документтерін бәрін көріп, өзім күнделікті жұмысқа үйренгеннен кейін соны біз нарыққа ұсынып отырмыз. Осы историяның бәрін тыңдап отырып, сіз ойлап отқан шығарсыз, Айжан осылай юристің образында компаниясы бар, кәсіпкерлермен ғана жұмыс жасайды деп. Жоқ, мен де сіз сияқты қарапайым адаммын. Қарапайым өзімнің күнделікті жұмысым бар, бизнесім бар, басқа да өмірлік ситуациялар бар деген сияқты. Мен өзім Арыс қаласында туылғанмын. Арыс қаласы ол Түркістан облысында кішкентай қала. Қарапайым отбасында өстім, мектепті алтын белгіге бітірдім. Одан кейін мамандық таңдау сәтіне келген кезде мен журналист боламын деп ойлап, менің олимпиададағы орнымды сатып алғандықтан ойланып, мен әділдікке заң саласында адвокат, юрист боламын деп шешім қабылдаймын. 11 класста толықтай өзімнің
образымды, армандарымды перенастраивать етіп, осылай юрист боламын деп шешім қабылдаймын. Казгуда грантқа түсемін, алтын белгі алып, барлығы да осында еңбекпен, біліммен, үнемі ізденісте, үнемі білім алудың арқасында келіп жатқан нәрсе. Жаңағы айтып өткен компаниялардың барлығы известный, ең күшті популярный компаниялар болып көрінгенмен, оның барлығы артында не тұр? Артында мен HeadHunterмен дұрыс резюме салғаным, өзім туралы дұрыс ақпарат бергенім, барған кезде жұмыстан қорықпай, арыста туылған кезде ол компаниялардың барлығы орыс тілінде, үлкен юридический отделда 10-15 адам жұмыс жасайды. Менің жасым ол кезде 21-де, барған кезде собеседованиеде не айтасың, қалай дұрыс айтуды даже білмейсің. Бірақ та мен бір сөзбен всегда айтатынмын, мен жұмыс жасаудан қорықпаймын. И менде ең бірінші качество осы күнге мені алып келіп отырған ол жауапкершілік. Мен алған проектіма, мен найымда жұмыс жасасам да, любой компанияда жұмыс жасасам да, мен әрқашан дедлайн, качествоға жауап беретінмін. Мен помощник юриста болсам да, юрист болсам да, юридический отделдің бастығы ретінде толық жауапкершілікті алсам да, мен всегда өзімнің сөзіме, айтқан уәдемде тұратынмын. Осы качество арқылы келіп отырмын. Бүгінгі таңда менің компаниям бар, Update Consulting. Біз 3 қаладамыз қазір, Алматы, Астана, Тараз қаласында. Бізде өзіміздің алғашқы франшизамызды саттық. Юридический компанияның франшизасы Қазақстанда мүлде жоқ екен. Біз оны бірінші болып жасадық. Қазір Тараз қаласында біздің франшизаның точкасы жұмыс жасайды. Сондай-ақ Алматы, Астана қаласында менің өзімнің офистарым жұмыс жасайды. Командамызда 10 шақты юрист бар. Каждый командадағы юристті мен өзім специально білімін тексеремін, мінезін тексеремін, жауапкершілігін тексеремін. Сол арқылы жұмысқа қабылдап, біз каждый келген клиентке услуганы сатып, услуганы көрсету емес, ол клиентке толықтай ақпаратты дұрыс беру. Ол клиенттің түпкі болын, түпкі решениесін тауып беру. Тек қана заңды копировать етіп айтып беру емес, кәсібіне пайдасын тигізуге тырысамыз. YouTube'ты баста осы канал жүргізудің 3 себебі. Біріншіден, біздің Қазақстанда қазақ тілінде заң саласында доступный, қарапайым тілмен айтылған, тыңдап отырған адам түсінетін ақпарат жоқ. Даже біздің кодекстарымызды, конституцияны, басқа да заң, нормативный актыларды көтеретін болсаңыз, қазақ тілінде оқысаңыз түсінбейсіз. Мен даже заңгер болып қазақ тілінде сол документті распечатка жасап қарасам, ол жақтағы сөздер до конца түсінікті емес. Біз бірінші орысшасын оқимыз, сосын барып қазақшасын оқимыз. Сол себепті YouTube каналда мен қарапайым қазақ тілінде кәсіпкерлерге без воды заң саласындағы олар білу керек ақпаратта айтқым келеді. Қазақ тілінде контент дамуына үлесім қосқым келеді. Екіншіден, бізде юридический грамотность кәсіпкерлерге өте төмен. Олар көбінесе продажаға, маркетингке акцент қояды да, заң жағына мән бермейді. Сосын ол не болады? Ол бизнестің банкротқа кетеді, кассовый разрыв болады, сотруднигі кассадан ақша ұрлайды. Сотқа келген кезде не істейтінін білмей потеря болады. Қай жерде уголовный ответственность бар, қай жерде штраф бар, қазір налоговый проверкалар не болып жатыр. Оның ешқайсысын түсінбейді, бизнесін бәрін слепой жүргізеді. Сосын бізге уже последствиямен келеді, ал последствияның барлығы ол заң жүзінде 100% шешілмейді. Последствиямен жұмыс жасау қиын. Мен беріп отырған ақпарат арқылы мен кәсіпкерлер бүгінгі кәсіп ашқан моменттен бастап өз кәсібін прозрачно жүргізсе, таза жүргізсе, заңды жүргізсе, ертең алдындағы рисктардың барлығын заңдық инструменттер арқылы алдын алса деген ниетпен осы YouTube каналды жүргізіп отырмын. Үшіншіден, мен миссиям деп санаймын. Мен ең бірінші найымда жұмыс жасадым, сосын компаниямды аштым, сосын қазір кәсіпкерлерге бүкіл Қазақстан бойынша Қазақстанға келіп жатқан кәсіпкерлерге көмектесеміз. Енді өзімнің миссиямды орындау үшін осы 9 жылдық опытпен, судебный процесстермен, әртүрлі кейс, бізге каждый обращение ол біздің кейсіміз. Солардың бәрін жинап, қарапайым тілде кәсіпкерлерге осы YouTube каналымда айтқым келеді. Неге әрбір кәсіпкердің мықты, білікті, сауатты заңгері болу керек? Себебі әр кәсіпті бастаған кезде, оны жүргізу этапында әртүрлі проблемалар шығады. Кәсіп жүргізу деген ол үлкен ответственность. Ал сіздің жаныңызда заңгеріңіз болатын болса, сіз әр қадамыңызда ақылдассаңыз болады. Мына жерде мен заңды жүргізіп жатырмын, мына жерде менде қандай риск болады. Егер мысалмен айтатын болсақ, бізде клиент бар, мебельный производство, мебель жасайды под заказ. Олар договорсыз, заңгерсіз жұмыс жасаған кезде оларда постоянно возврат болады. Индивидуальный заказ алады, апаратын кезде клиент передумал, заказ ұнамады,
цветі дұрыс келмеді деген сияқты әртүрлі сұрақтар пайда болады. И ол кезде кәсіпкер өз құқығын білмейді. Ол ойлайды, клиент всегда прав. Клиентке всегда возврат жасау керек. Не дай бог артынан проверка келеді, сотқа береді, клиенттер тугизға жазып кетеді. Сондай страхтарымен ол всегда кез келген клиентке возврат жасайды. Клиенттің претензиясы обоснованный болса да, болмаса да. И ол постоянный кассовый разрыв. Заказ алады, возврат жасайды, заказ алады, возврат жасайды. Ол бізге келеді, біз бүкіл ситуацияның бәрін разбор жасаймыз. На основе бүкіл сол болған ситуацияларға оған грамотный договор жасап береміз. Сол договормен жұмыс жасау барысында ол каждый возвратты сортировать етіп бастайды. Мына жерде возврат жасау керек, өйткені заңда себеп бар. Мына жерде возврат жасау керек емес, өйткені клиенттің айтып отқан себебі заңсыз. Ол передумал, цветі келмейтін болып қалды деген сияқты нәрселер ол заңсыз болып табылады. Сол сәттен бастап ол бізбен жұмыс жасап бастайды. Кез келген клиентті бізге жібереді, біз заңгер ретінде біз сөйлесеміз клиентпен. Сіздің себебіңіз қандай? Арыз жазыңыз деген сияқты бәрін ресми түрде өткізген кезде оның возвратының саны 90%-ға азайды. Одан кейін оның уже бизнесі, кәсібі жүйелене бастады. Ол жақта уже администратор бар. Біз берген білімді алып, ары қарай солай жүйелі түрде жүргізетін. Сол сияқты, егер біз қазір тек қана клиенттің возврат туралы айтып отыратын болсақ, одан бөлек команда бар, партнерлар бар, интеллектуалды құқық бар деген сияқты. Осындай жерлердің бәрінде юрист сіздің қасыңызда, сіздің адал досыңыз сияқты подсказка беріп жүретін болса, сіздің бизнесіңіз плавно жайлап заңды өсе береді. Әрине бізде консультация қызметтер ақылы, бірақ та именно осы YouTube платформасында біз өзіміздің 9 жылдық тәжірибемізбен тегін бөлісетін боламыз. Әр кәсіптің соттан алған өзінің минустары, қателері, миллиондаған банкроттыққа алып келген қателері туралы таза, сусыз ақпаратты беретін боламыз. Сол себепті жазылып кетіңіздер. Неге мен өзім заңгер ретінде жұмысымды жақсы көремін? Себептерінің бірі, біз кәсіпкерлерге өз ақшасын сақтап қалуға, экономить етуге көмектесеміз. Сондай-ақ чувство уверенности береміз, что я все правильно делаю. Бүгінгі жасап жатқан әрекетім заңды, ертең менде риск болмайды деген чувство уверенности береміз. Бұл біздің YouTube каналдағы алғашқы ролигіміз. Сіздермен танысу, өзім туралы айту, юрист деген кім, бизнес юрист деген кім. Ары қарай бізде твердый ақпараттар, чек-листтар, пайдалы гайдтар, тек қана өзіміздің тәжірибемізден алынған бүгінгі таңда заң саласындағы керек жаңалықтардың барлығы болады. Міндетті түрде жазылыңыздар, лайк қойыңыздар. Бірінші ролик біз қобалжудамыз, үлкен жұмыс жасалып жатыр. Сіздерден поддержка күтеміз.